маған осы полковникті комитетте өлтірдің деп соны айыптап жатыр маған. Мен ол жақта болмаған, бүкіл видеолардың бәрі олардың дәлелдеме кесілген, ішінен кесіліп алып тастаған, нагло болып отыр. Беспредел вообще. Мына жерде бар только құқық қызметкерлері ғана шешеді. Ешқандай әкім де шешпейді, ешқандай сот та шешпейді бұл жақта. Бұл жерде сондай адам өлтірмек тұрмақ, бұл жақта болған да жоқпын мен. Сен болдың, сен өлтірдің деп жалғыз өзім келіп 40 адамды қырып кеттім деп жатыр. Бұл жерде арлан бар еще, ішінде комитет бар, и военный әскерилер бар. Қалай мен жалғыз өзім келіп қырып кеттім бәрін. Видеода бір ешқандай дәлел жоқ, сонда да соттап жатыр мен қазір осыны. А соттап жатқан 380 прим. 1 статьясы. Ол 15 жылдан до пожизненного мысалы. Мен өмірімде отпаған балам мысалы. Осы митингте айыптап жатыр, еще соттап жатыр, нагло өздері отырып алып осы жерден. Мен ол кезде өзім үйде болғам ол уақытта. Оған дәлелдерім бар еді, видеоларымды бермей жатыр мен. Осындай көршілердің видеолары болған, оның бәрі жоқ деп отыр қазір. Еш жерде жүрмеген мен. Bir видеода олардың айыптап жатқан айыбында жоқ. Менің айтқым келгені, сол барысында осы болып жатыр ғой, оқты да дәлелдеп жатыр. Оның артқы жағы болған екенін, ол артқы жағынан болса біз оны оқытамыз. Қай автоматтан атылған дәлелдей аламыз. Соған бұл жерде көз жұмылып жатыр, прокурор тарапынан да ешқандай әрекет жоқ. Айтып жатыр былайда. Одан кейін жаңағы айтып жатыр ғой, бейнежазба кесілген, ол бір жерден емес, әр жерден кесілген, ол өте маңызды нәрсе. Ол қалай кесіледі? Ол печати жоқ, оның ешқандай несі жоқ. Олар өздерімен өздері алып, монтаж жасап, бізге жіберіп жатыр мысалы. Соған көз жұмылып жатыр мына жерде. Мен айтып жатырмын, дисперді айтып жатырмын, оны ешкім айтып жатқан жоқ, әкеп берейік деген. Мен сол жайлы арыз жазғам. Осы президентімізде өзіміздің осындай болып жатыр, бізде көз жұмылып жатыр осының бәріне. Соны өздерім, мен қазір сөз жарастырып бастамай жатыр. Қазір осы талқылауды айтылмасам, кейін ол айтылмайтын нәрсе. Әділдік болмай жатыр. Өздеріңіз көргенде, бәріміз көргенде бейнежазбада адамдар кесілген 3 солдат келе жатыр да жоқ болып кетеді. Оның бәрі әділсіз болып жатыр. Ал статья маған тағайындалды. Мен сол себептен өтініп жатырмын. Алып тастасын мені. Статьяны қазір осы алып тастасын, бүгіннен қалдырмайды. Бүгін әр кезде өтініш хат жазсам, оның несі ашық қалып жатыр, бірақ только үкім кезде ғана айтып алғанмын, мен сізді түсінбей тұрғанмын. Мен сіздерге дәлелдеп бердім, өз тарапынан ағалар, бұл датамызда мен дәлелдеп беріп жатырмын сіздерге. Менің ойға қатысым жоқ. Бірде-бір трассер ұшпаған, соның өзі жеткілікті. Ал әскерилердің трассері именно Жақсыбековтің атқан оғы да, Жаңбесовтің атқан оғы да көрінеді да, а мен сізді айтқандай көрінбейді, прокурор мырза айтқандай. Прокурор мырза мен түсінбедім вообще, не себеп деп айтып жатқанын. Прокурор айыптаушы тарапты, бірақтан да ол әділ болуы қандай жағдайда бар. Сол жайлы жаздым, сол жайлы сізге өтінерім бар, өтінішім. Соны құр қалдырмай, бейнежазбаны, 7 бейнежазба бар деп, оның үшеуін төртеуін білдейді, бәрі заборын. Ал үшеуін жоқ, сол үшеуін де көрсек, сол кезде аңығы шығады, онда кесілген болып шықса, онда білмеймін. Онда айтамын, онда несін, онда әділдік болмайды онда. Мынау видеоның да оригиналын табуын сұрайын өйткені. Өте маңызды бейнежазба атыс болып жатқан жерде именно сол фрагментте кесілген. Ал менің тарапынан вообще менің бір бейнежазбамда жоқ, қалай мен көрші неде бар, жүрген жерлерімде бәрін айтып отыр. Видео показында 3 түрлі адам, 3 түрлі бой жасаған. Қара киімде азиат адамды көрдім деді, бойы 1.70-1.75. Неге сондай 3 адам оймаған бірден? 3 түрлі киім, политикалар әртүрлі, бойлары әртүрлі, қара киім болмаған, бастарында шапка берді жоқ. Оның үстінде жарық жақтырған, және тама жақтырған, ол не үшін жақтырған? Өздеріңіз көргенде бет-әлбеті де анық көрінбейді ол жерде. Неге осындай бәрін айтып, менен осы статьяны алып тастауын әділдік болып, дәлелдемелерді зерттеп, осы жерден алуыңызды сұрағым. Заң жүзінде 24-ші бапта Қазақстан процессуалдық кодексінде де көрсетілген, оның бәрі зерттеліп, сөзде толығынан бәрі объективно қаралып жүріп, қазір жаз сөз басталып кетсе, ол жерде одан кейін мен құрайды уже. Үшін бәрі кетіп болады, өйткені болмайды уже маған. Мен оқыдым ол заң жайында. Сөз жаз басталса болды. Сол себебімен сөз жаз басталмайды, осы тараптың бәрін тыңдап, осы менің өтініш хатымда ауызша айтып жатқан. Сізді қанағаттығыңызды сұраймын.